ғылымда жүрген ол мына осы бүгінгі ас бізге жақындарымызға үлкен бір тағы да бір қосымша сауапты істің бір себебі болды. Кеше бүкіл Әкімбек пен Қажыбектің жақын балалары өздерінің немерелерімен, балаларымен, шөберелерімен, кейбір аталарымыздың 20-30-40 адам барып, мына Ақмешітке барып, сол жерде қонып, аталарымыздың зираттарына барып, қыстау жерлерін көріп, Құран оқып, керемет сауапты үлкен істі атқарып келіп отырмыз. Осының бәрі осы бізге Әния, біздің апамыздың арнайы жоспарлаған жоспары сияқты болып көрінеді. Өйткені енді шын айту керек қой, аналар ұлдары зорлыққа шыққанда үйде тақымдарын қысып отырады. Аналарымыздың өмірлік мақсаты ұрпақтың өсуі, елдің көркеюі. Және тек қана өз ауылы емес, бөгде бір елге барып, сол елді көркейту аналарымыздың негізгі өмірлік мақсаттары. Бұл сондықтан шын батыр қазақтың қыздары ғой, қазақтың аналары. Мына Ермекке қараңыз. Ерекең бүкіл өмірін сол мемлекетке, туған халқына арнады. Бүкіл оның қызметі, бүкіл ел жақсы біледі. Мен Нұраға келген жағдайларда да бірнеше бір шараларға қатысқан жағдайда да сол үнемі сол әкімдікте отырады, бүкіл істерге тетік болады, демеуші болады, көмекші болады. Ауызын ашса жүрегі көрінетін азаматтардың бірегейі. Ол Ерекені қарап, анасы қандай екенін көреміз. Енді мына керемет Оралбай ағамыз жақсы айтты, екі анаға бірден осындай үлкен бір керемет әдемі Құдайы ұйымдастырғандарыңыз бұл сауаптан жақсысын. Бұл сауабы да бұның өте үлкен. Бұл шынымен енді керемет бір жағдай. Енді кеше ауылда болдық дедім ғой. Жалпы ауылдар сиреп жатыр. Босап жатыр. Сәйдін Талжановтың мектебі кезінде 600-700 адам оқыған мектеп қазір 50-дің әрбір жағында оқушы ғана қалыпты. Көрдіңіз бе? Бұл осындай бір жалпы біздің арқа елін алсақ, кезінде саясат қазақтың жеріне қалай зұлымдық саясат жүргізді ғой. Соның көкесі, соның негізі осы арқа жерде жасалған. Жерді босату үшін. Қазақта жасамаған әлемдегі геноцид тағы білемейді, олар бізге жасалған жағдайға қарағанда бұл жай бір нәрсе. Бірақ ең үлкен қиянат, ең үлкен қылмыс бұл бізді тілден айырыла жаздады. Астанамыздың өзінде бірақ мектеп болды. Нұрада да қазақ мектеп енді ғана соңғы жылдары енді дұрыстап қолға алынып жатқан жағдай. Тілден бір ғұламаның айтқан сөзі бар. Жер қымбат па, тіл қымбат па? Әрине жер қымбат деп айтады. Жоқ, жер емес. Жеріңді біреу тартып алса, сен өзің ішің бүтін болсаң, ертең қайтарып аласың. Тілден айырылған ел, оған жерің бар болса да құны жоқ. Тілді білмейтін адамда жер жай территория, табар ғана, оны сата салады. Тілді білген адам, бұл жерде қыстау бар, бұл жерде мола бар, бұл жерде осындай аңыздар бар, бұлақ бар, әр төбенің аты дегендей жері де қымбатты. Сондықтан біздің негізгі ел болатын негізгі құдіретті күш бұл адамның жан дүниесі, адамның ата-бабаларымен сабақтастық. Ол бәрі тілде көріністі бар. Мына Әния біздің әкеміздің туған жақсы көретін қарындасы, біздің апамыз өмірін осы біздің ел қасиетті құндылығын қорғауға арнаған. Және Әнна мектепте сабақ берген кездерінде мемлекет теріс бұрылған. Мемлекет қазақ тіліне жолды жапқан. Жол болмаған. Мемлекеттік саясат басқа жаққа бұрылған кезде қоймай тіліміз бен әдебиетті үнемі
насихаттап, айтып, өлең жазып, мақалдар жазып, жастар тәрбиелеп өткен сол батырлық деп есептейміз. Үлкен бір ерлік. Сондықтан осындай біздің аналарымыздың көксеген мақсатына қысқа уақытта жететін болайық. Біздің балаларымыз, немерелеріміз үлкен ата-бабаларымыздай үлкен елге тірек болатын керемет бір үлкен күш болсын. Мына Нұра өңірі өзі бір ұлыларды, алыптарды тұрған ел ғой. Сәкеннің өзіне қараңыз. Қазақты қырып жойып, ашаршықтар ұйымдастырып енді жоқ. Қазақтың жері деп аталмаған кезде айналдырған 2-2,5 жыл мемлекет тізгінін қолға алды. Сол кезде болашақ сияқты стипендия тағайындап, мыңдаған адамдарды қазақтарды шетелге сол Әуезов стипендия алған адам, Сәтбаев стипендия алған адамдар. Мысалы Кәрім